Ихсан деген сөз ең жақсы жақсылықты. Тұла бойыңмен беріліп, ата-анаңа жақсылық жасау. Мысалы үшін, адамдар есейеді, өседі, жақсы жұмысқа орналасады, жақсы табыс таба бастайтын кезге келеді. Кейбір адамдарда ата-аналарына қатты ерекше көңіл бөлмейтін жағдайлар болады. Мысалы, балалары жақсы үйлерде тұрады, жақсы көліктер мінеді, бірақ өкінішке орай ата-анасы жаяу жүру мүмкін, немесе ескі құсқы бір көліктермен жүру мүмкін. Болмаса үйлерінде жағдайлар жасалмауы мүмкін. Балалары әдемі, қазіргі заманауи технологиямен жабдықталған үйлерде тұру мүмкін. Ата-анасы ауылда қиын бір суды жылтып, жуынып, сондай бір қиын жағдайда тұрмыс кешуі мүмкін. Бұл жерде Алла Тағала айтып тұр, адам баласына, әке-шешесіне жақсылық істеуді өсиет еттік. Биуалидайхи ихсана деген сөз, ихсана, тұла бойыңмен беріліп, ең жақсы жақсылықты аталарыңыз жасаңдар деген сөз. Ерекше, жүрекпен беріліп, әкең анаңа жақсылық жаса деп Алла Тағала бізге өсиет етіп жатыр. Барынша оларға аямай көмектесуіміз керек. Сонда бұл біз Алланың өсиетін ата-анаға қатысты орындаймыз.